Екі ұл, екі келін. Бір үйде мінезі екі түрлі екі ұл бар еді. Әке-шешесі бөлек адамдар сияқты. Үлкені қашан көрсең әлденеге тырысып жүргені, тиіп кетсең ашуланып шыға келеді. Арамдығы да аңғарылып тұрады. Ал кішісі болса тұйықтау, қой аузынан шөп алмайтын момын әрі бауырмал болды. Әйтсе де, әке мен шеше үлкен ұл десе ішкен асын жерге қояды. Ал кішісінің бары жоғы да білінбейді. Ісіне мән беріп жатқан олар да жоқ. Бірақ оған кенже ұлы да ренжіп көрген емес. Қайта ол ағасының қуанышына ортақтасқан әке-шешесіне дән риза. Бір күні үлкен ұл үсті болып, даңғарада үйді сатады. Банктен ақша алып қарызға белшесінен батты. Сөйтіп бір қолдарындағы бар дүниесімен талада қалады. Алмасым үшін жампида деді әкесі. Тұла бойым тұңғышымның табанына кірген тікен менің мойныма кірсін деді шеше. Содан үлкен ұлдың ісі жабылды. Пәтер жалдап тұрып жүріп, бір күнде екі келін түсіріп, қуанышқа қарық болды да қалды. Ұлан асыр той жасамаса да, өзгеден қалмауға тырысты. Алмастың алған келіншегі ауылы аралас, қойы қоралас осы жердің қызы. Ағайын туған сөз етпесін дегеніме, бәрі де үлкен келінге бәйек. Ал Даукеннің таңдағаны алыс жақтың қызы екен. Әрі күйеуден қайтқан, содан ба атасы бұл келінге көңілі толмай кіржиеді де отырады. Енесі болса, керісінше кіші келінінің жоқтан бар жасайтын пысықтығы мен ақылдығына тәнті. Сырттай қараған адамға бұл екеуі анасымен туған қызындай көрінді. Бір күні ене келіндерін шақырып алды да, қыздарым, мен бүгін дәрігерге бардым. Омырауымда ісік бар деді. Көпке дейін бара алмаймын-ау деп қорқамын. Аталарың мен күйеулеріңе айтушы болмаңдар. Тым болмағанда жүре берейік деді. Рактан жазылу қиын деп естігем деп, үлкен келін төмен қарап, ерні жыбырлады. Кіші келіннің көзінен моншақта жас төгіліп, тілін тістеп отыра қалды. Сол сәттен, сол күннен бастап үлкен келін Алмастың құлағының құрышын жеп, бөлек кетейік деп қылқындайтынды шығарды. Көп ұзамай оның айтқаны болып, еншілерін алып бөлек шықты. Кіші келіні енесін жетелеп, Алматының онкологиялық ауруханасын жиі жағалайтын. Кеш оралады. Қытымыр ата бұлардың қалаға барғыштап кеткенін жақтырмай жағадан алып жатқаны, екеулерің желпілдеп неменеге Алматыға шапқылап кеттіңдер? Әлде сен келін, енеңе менен гөрі тәуірлеу бір шал тауып бергелі жүрмесің. Тап әкелеріңді ғана деп тіпті тұздықтапты жібереді. Ондай кезде енесі оңашада келіннің құшақтап алып, төзімді бол қызым, ақылың бар ғой. Алжыған шалдың сандырағын көңіліңе алма. Саған емес маған айтқаны ғой, талай естіген сөзім деп күлген болады. Арада 6 ай өтті. Ауруханаға шапқылау нәтиже берер емес. Әжейдің шашы сұйылып, тырнақтары мүжіліп түсе бастады. Мұны көрген кіші келін енесін аяп, көз жасын көрсетпей сығып алады. Бірде енесі, қызыма осы баяғыда мармелад деген кәмпет болатын еді ғой. Соған аңсарым ауып отырғаны, бірақ о бәле таптырама деді, жаулығының ұшымен жасаураған көзін сүртіп. Бұны естіген келін түстен кейін көшеге шығып, ауылдағы 2-3 дүкенді жағалап келсе де, мармелад дегенде бұлар әкелмейтін болып шықты. Ертеңіне мармеладқа бола таксимен Есік қаласына тартты. Базарға барса, кәмпет сатқан келіншектер бар болғаны жарты келісі ғана қалған екенін айтты. Саудаласпай түгел сатып алады да, ешқайда бұрылмастан үйге жетуге асықты. Енесі шай қойып, бұны күтіп отырған беті екен. Келіннің қолындағы мармеладқа көзі түскен әжейдің балаша қуанғанын айтыңыз. Оның сонша қуанғанын көріп, келіннің көңілі босап кетті. Енді ол өзі кесе шайнекке ие болып, мармеладты енесінің алдына сырыңқырап қойып, баптап шай құя бастады. Базарға қалай жеткенін айтты, базарда көргенін айтты, базардан қалай қайтқанын айтты. Енесі оның әңгімесін күлімсіреп отырып тыңдады да отырды. Екеуі де асыққан жоқ. Дәл осы сәтте асықпау керегін екеуі де анық сезінді. Аузы базардың әңгімесін айтып отырғанымен, көзі басқа бір сырды шертіп отырғанын ұқты келіні. Әжейдің де құлағы ауыздан шыққан әңгімеде болғанымен, көзі келіннің көзіндегі сырды аңғарып отырғандай. Келіннің көзінде жалғыз қимастық, мұның көзінде мың қимастық. Жадөкжан, мен саған бірдеңе айтуым керек. Айтпай болмайды. Тек сен ренжімеймін деші деді. О не дегеніңіз, мам? Ренжімеймін. Мен ана дүниеге кетем ғой. Сол кезде 3 еркектің жағасын кірлетпеймін деп серт берші. Мамау, осыны айтқан келінің ерні дірілдеп кетті. Кетпей тұра тұрыңызшы. Енесі оның сөзіне мән берген жоқ. Біраз уақытта қалаға барып келетін адамшы сөзін сабақтай берді.
Сосын Дәукенімнің қолынан су ішіп кетсем, арманым болмас еді. Шайдан кейін әжей сандықтан ақ көйлегін алып киіп, төсегін қағып салдырып, емектеп барып жантаяды. Бүктеліп емес, ұзыннан созылып жатты. Көзін жұмды, содан ашпады. Кіші келін Дәукен Астанадан тезірек келсе екен деп іштей жалбарынып жүр. Дәрігер шақыртып тамырына аспалы ине салдырды. Тамырынан нар берген осы ине, енесін өзі айтқан жаққа барар жолды бөгей тұратын сияқты. Не де болса Дәукеннің жолын оңғара көр. Тезірек келтіре көр. Ол мінген автобуста жолда сынып қалуын сақтай көр. Дөңгелегін жеңілдете көр. Осының барын іштей 1000 мәрте қайталап, жалбарынудан шаршамады. Есіл дерті сол болып, кейде дауысының шығып кеткенінде аңғармай қалып жатыр. Енесі ұлын күтіп жатып қиналса да, тістеніп жатыр ма білмеймін, кейде ұртының дір еткенін байқап қалады. Есік шиқетіп ашылғанда Дәукен бе екен деп, аяғына жұқпай жүгіріп жетіп еді. Жоқ, ол емес, қайынағасы болып шықты. Осы сәтте о құдірет, кемпір көзін ашып алып, төбеге оларға қарап жатыр екен. Анасының мәмесін іздеген сәбидей ерні қимылдап тамсанады. Алмас шай қасықпен сүт тамызбақ болып еді, әжей аузын ашпай қойды. Көзінде тас жұмып, ыңырсып белгі берді. Ішкісі келмей жатыр, аға, деді келіні. Алмас сілкініп барып, қолындағы сүт құйған кесені үстел үстіне тарс етіп қоя салды да ауызғы үйге шығып кетті. Ертеңіне Астанадан Дәукен де жетті. Қимылсыз суық қалған анасын көріп, қасықпен аузына апарып еді, кейуана аузын ашып бірер жұтты. Сол күш болды ма, көзін ашып, ұлы мен келініне мейіріммен бір қарап, қайта жұмды. Содан қайта ашқан жоқ. Дәукен осыға дейін өлім көрмесе де анасының аттанып кеткенін бірден сезді. Кемпірі өлгелі шалы да тілсіз қалды. Ешкіммен сөйлеспейді. Бөлмесінен де шықпайды. Сөйте тұрып, кейде аузы арақ иісі сезіліп қалатынын келін бала байқаса да байқамағандай болып қала беретін. Бірде көшедегі көп тірліктен үйге келіп еді, атасы тырса отыр екен. Бұл барды да сәлем салды. Айналайын, өркенің өссін, деді мейірімін төгіп. Атасының аузынан өмірі мұнда жолысыз естімеген келін жылап жібере жаздады. Ата, деді, сосын өзін өзі ұстап. Тәбетіңіз неге шабады? Соны істеп берейін. Бірер жұтым қымыз болса, бірақ қайда ондай, таппайсың ғой бұл ауылдан, деді атасы. Неге таппаймын, табамын, тапқанда мен табайын деп ойланып қуанып кеттім. Тым болмаса атамның бір тілегін орындайтын болдым. Көрші ауылға құстай ұшып жеттім, сондағы жылқы ұстайтын кісіден бір бөтелке қымыз сатып алдым да құстай ұшып үйге келдім. Ата, міне қымызыңыз. Кесе толы қымызды атасына ұсынды. Шал созған қолы дірілдеп кесеге жетсе де, ыдысты қармап ұстай алмады. Сосын тізесін бүгіп жанына отыра кетті де кесені аузына апарды. Шал қымыздан бірер ұрттады да, одан әріге дем жетпей тоқтай қалды. Айналайын, айналайын, бақытты бол, деп сыбырлады. Кешке қарай үйге Алмас келді. Бет аузын тұмшалап маска тағып алған. Оны көрген шал қолын баяу көтеріп, жақындама, бөлмеден шық дегендей белгі берді. Алмас бұрылып алып тысқа жөнелді. Келін, деді бір заматта сыбырлап. Босаға тұста құлағын түрген келін орнынан сыбыссыз тұрып атасының жанына жақын барды. Сонда атасы Дәукен, деді. Осы кезде келіні Дәукенді шақырып келді. Шал екеуінің қолынан ұстап, жүздеріне мейірлене қарап, сәл жатты да, қапелімде қалғып кеткен адамша көтерілген білегі сылқ төмен құлады.